Биыл қыста біздің базаны қар алмайды, рахат болайын деп тұр. Неге десеңіздер, біз мінекей мынандай қар ұстайтын құрылғыларды жасап жатырмыз, достар. Бұның мінекей буровой трубадан жасадық. Қалың. Неге буровой труба? Өйткені буровой трубалар өте мықты болады, берік болады, қарапайым трубаларға қараған кезде қалыңдығы жақсы болады. Мына жерге қарасаңыздар, треугольникті мынандай металл сваркілеп қойдық. Бұл мынаның жаңағы диагоналі бар ғой, сол билеп кетпес үшін сондайға. Құдай қаласа, бұл әлі шаруа біткен жоқ енді. Биіктігі 2 метр, былай қателеспесем, ұзындығы 8 метр ме, сондай болып қалады. Бұларды ертең қыста шахматный порядокпен қоямыз. Қарды ұстайды, маңайды қатты қар алмайды. Егер де сіздердің шама-шарқыларыңыз жетіп жатса, қыстың күні қар ашып машақаттанбай осындай нәрсені жасап алсаңыздар болады. Өте жақсы, пайдалы дүниенің бірі. Сөйлеген Қараторғай, Далакент парақшасы сіздер үшін, достар. Қалай ойлайсыздар? Бұндай қар ұстайтын құрылғылар керек пе, әлде керек емес пе? Өзіңіздің ойыңызды міндетті түрде жаза кетіңіз. Мына видеоны шаруашылық жүргізіп отқан, айдалада біз сияқты жайлауда шаруа қожалығы бар кісілерге жіберіңіздер.